көңілдің аужайылы ай мәжіліс отыр құралып әншейінде қой жүйрікті шабатын ұзақ тынаға ей көпшілік сөйле дегенде қалмалы үндау тыйылып қайнарлы бұлақ өзенмін емеспін таңғай құрылып ей тұяғым желдау тұлпар мына шашасына шаң жұқпас топқын толған ұрынып артық кемнен сөйлелік ей көңілдің ай сөзбен делбелек бір күні келсе алладан қайрыла алмай кетерміз ей мәләкүл мәуіт бұйрығы ей мына қызығы барда сөйлелік дүнияға бой тастап кетпесе сағың санағап ей қызғалдақтың гүліндей баянсыз пәлей тірілік тіршілікте шалықтап қалайық топтау иіріп топтау қалалық ей алқаға бастау салалық ай біздің сөздау мақта деп ай жалын балық жаранып ай ортаға сөздау тасталып көңілден жауап қаранып жігіттікте сөз айды базғандай күн пендеген ай тыңдауға келген қамалып ай сөз сөйлейін ай ерінбей бойды лабай керілмей асылда қылып ай сөйлейін қаланыңда асыл ғой зеріндей анықта қылып ай сөйлейін ақ теңгенің ай мөріндей кібірсітіп ай сөйлейін ай маңғыстаудың ай көңіндей еңгіріп ай сөйлейін өткінші түсер ай жауындай әдеміде қылып ай сөйлейін мақтан тонның ай мауындай тәттіде қылып ай сөйлейін қиуада піскен ай қауындай қатуда қылып ай сөйлейін ай мұсылманның ай қауымындай астыртта сөйлейін жазыққа шыққан ай раңдай биіктен де сермеп ай қанатын аңға бір түсер ай қырандай бақытым баста қой бар күнде жүйрікті үйдім ай тұмардай алқады топтың ай ішінде құрбылар отыр ай көрмегені жеңгі тұр танып ай білмегені жорғалықтан ай мінім жоқ қызыл тілде сөйлеп ай дөңгелені қамшыласа қой жүрмейдіні құрсауды шабан ай мен емес алыпта төгіп ай көрерік ай алдарыңға қалқып ай бермеді айдай мына жігіттік деген бір дәурені бастан да ұшып кеткен соң қолға да түспес ол дәурен ей 15 жасқа келгенде қыз келіншекке күлерсің 20 жасқа келгенде ақсұңқар құстай түлерсің ей құрбыдан көрсең құрбыдан көрмей құрметті 30-дан елеп сөгерсің ей 35 жасқа келгенде сыртыңнан келіп әлде кім жекпе-жекке шақырса жайдақта шауып жөнерсің жігіттіктің буымен есерсің де кеберсің ей 40-та жасқа келгенде ей нағызда жаман болмасаң айтқан бір сөзге сенерсің 50-де жасқа келгенде артыңнан ерген балаңды ай ұмытып кетіп жас күнің ол баланы ай сөгерсің 60 жасқа келгенде ей 60 жасқа келгенде ақтаяққа сүйеніп мезгілмен үйге келерсің бері жат десе кемпірім ай шаршапта келдім құрғыр деп ай әрі жат деп теберсің 60-та сондай болған соң 70 саған не берсің 80-де менен 90-ға жүзге аяқ басқан соң одан да ара басқан соң ұрмай да соқпай өлерсің ей мына киімді кисең камзолғы қынадай белің бүгілсін етікті кисең кажолғы қатқақта ізің білінсін ей мына қатында алсаң сұлу ол ұзақта таңның ішінде көзіңде жалғыз ілінсін ей мына сөздің де сәнің келтіргенін
сайраған қызыл тілімсіңі, қалыңда жүйрік қабажалай, мына жабыда аттың тұлпары. Неге де салса соны үлгені, қыранда құстың сұңқары. Бұлаңдай басқан жандай досы, мына көруге құрбы құмарай. Жүзден де жүйрік шығаттай, мыңнан да шықса тұлпарайы. Жапалаққа алдырмасай қиядағы сұңқарай. Жақсы адамға мал бітсе, жабығып жүрген күніңде, жайыңда айтсаң баяндап, асылдың алтын тұқымыңа ашылған жерді қымтарай. Кәріліктің белгісі, қайратың кетір қажар мені, қызығың кетір базар мені, қызылың кетір ажар мені. Кәріліктің белгісі, ауырда киім кигендей, жүр алмайсың демегі бай, үстіңе жүктау үйгендей. Ай салғыртта тартар әр жеріңе, жапырақ күнге күйгендей, иманыңды көп ойдан, ай кәрілік шіркін өлгендей. Ей, сау бол. Жалға берейін бе? Жалға. Тоқтама. Маңғыстауға жайықтың басқан жер-ай, қасиет кереметтің тасқан жер-ай. Жер жүзін желмаямен жет айналып, ауғанға басан дейтін асқан жер-ай. Абылай Жәнібек әлемдері қазаққа қайбалдауған кезінде, ай жыландай ұлдыз әлім шашқан жер-ай. Қандардың қарабауыр қарлерінен, жыландай шаққан ділдің зәрлерінен, жерленбей жеті жұрттың ашқан жер-айы. Көп болса бар жаған еспер жағадаш, арасын ағайынның ашқан жер-айы. Артынан аңдып жүріп ұрыс алдай, ол ұрыс ойдағыдай қоныс алдай. Қандалды қарадалды қалан алдай, сахара мал жайлаған далан алдай. Оқыған учителге балан алдай, қаразым қанға барып қайдамызды бай, адайдың бір кішкене сасқан жерің ай. Мына Маңғыстау білемісіңдер нағылған жер, қашаннан қалың дәулет бағылған жері. 42 су балық сазы сабыны, масқалының теңгелік металы бар, күмістей күн ротқа қой жағылған жері. Мал бітіп елдерінің қарауын айы, Балбұлақ бауырынан ағылған жері. Ей қыс-қыстап жаз қонысқа жайлау үшіні, төлдетіп төрттілік мал айдау үшіні, құлындай бұзау бұтап айдау үшіні. Ай кіндіктен керіп жері қағылған жері, қыздары қызыл шарақат қия тартып, қос сұрға құлағына тағылған жері. Ақ көйлек айналасын алтын зерлеп, қынама қызыл мақпал бешпент киіп, бейінге құндыз ішік жамылған жері. Бектер 500 сомдық белбеу тағып, ат мініп арғымақтан алма мойын, ақ басер алтын тоға айжық жүген, құйысқан омырауға қой табылған жері. Ал соқтырып соңғымызбен алтын жайыл, кереге кербездердің табылған жері. Ей Маңғыстау мал өсіру мәселеде, жан салмай жарысқанда шабылған жері. Жерінің кереметі әулие көп, тәкаппар тек жүрмеген тентектердің, таулары талай рет шағылған жері. Айыбы азға көбі зорлық өтіп, әлдісі әлсіздерге қорлық өтіп, әрден әруақтарға шағынған жері. Шағынса шайқыларға шағынған жері. Туғына туғымен қошқары сойып, ей отшағы рухына табынған жер, ай табынған. Ай тарихын тауып айтсақ еліміздің, атана кіндік кескен жеріміздің, жерінде кереметтер танылған жері. Бас қосып байланым батасымен, еліме енші болып қалынған жері. Өлінің рухына тірілер ай, ас беріп ақ үйдігі ат жаптырып бәсеке, қастан тамы қой салынған жері. Ол кезде еленшісі жер болады ай, жерімді қорғайтұғын ер болады ай. Мінгені ерлерімнің кері болады ай, аққаны ат бауырынан тері болады ай. Азынып алмас қылыш алды қару, төрт бөліктің ұйқысынай сабылған жері. Ал Маңғыстау Ербекеттің туған жер ай, кетіріп кіндік кірін жуған жер айы. Ей кетіріп кіндік кірін жуған жер айы. Кіндігін назар қожа қолмен кесіп, тамырын тарамыспен бұлған жері. Шайқының шарапатты дұғасымен, шайқының шарапатты дұғасымен, мына ел болып кіндік кірін кескен жер айы. Ал кешегі отан соғыс кездерінде елімнің ер көңілді жігіттері ел үшін қасып қанын қиып барып, ей жарадан жаудан жазым тапқан жерің,
Çöbüşüyün baltadıydı. Көлдетіп төрттілік мал өскен жері, ал көлдісі күн жауғанда көлдеулерге ақбидай ақ жүгері арба тарай шалдардың шашып тұқымай сепкен жер айы. Ал кешегі бөгейғаннан бөлініп ке бел болып бірге қоныс еткен жер айы. Ей атамыз ал бүсүйден аз келіпті, ішінде ақпан деген таз келіпті. Есболай ере көшкен екі күн қалғаны қар кеткесін жаз келіпті. Арамыз адай бір шақ күл қонса, аспаннан ұшып ақ құлғаз келіпті. Ер жотан шұбаратты ұстап беріп аға деп әжібайыға бата айтқызып, ей той қылып адай туын тіккен жерің. Ай, сау бол. Ай, көк теңіз айналасы бәрі балық. Ем болған ауырғанда дәрі балық. Қоспасы қойдай семіз ақ балық бар, жегенде жылқетінде жеңсік болған, ішінде шұқыр шұрталай бәрі балық. Ал қаңтарып қара суға қарағайық, сүзгісін су бетіне құрып тастап, киімнің судан шешіп кеткен жер ай. Ей кешегі бай батшаның заманында жалданып жарлыбайға жалғыз көпке, жарлының жанды жаба жеккен жері, жасасын Ақсәбеттің әділ заңы, құрқырлап қолмен ұстап асауларды, ой жұмысқа жуасытып жеккен жері, ауданның алматылық бірі де біз, ой байлықтан сол ауданнан ірі де біз, ұруға ұран болған бірі де біз, кетпейтін кең дәулетті кірі де біз. Ал таутайлақ жезтырнақты атып ұстап, қандардың қастасқан күн қадын ішіп, ой өлтірген ұру күйінде ері де біз. Ой халқымыз қауымдасып колхоз болып, қаттанып қалмай тегіс кәрі жасы, қақпалы қағұртаға қала салып, ой дегенге келі біздің жеткен жеріміз. Қайырайын ба? Айда бер, айда бер. Ал атамыз Хакім Лұқпанның жасаған, байқасаң сол сияқты кім жасағаны. Ей жасымыз Лұқпандай болмаса да, жері жоқ жаратқанның кем жасаған. Ей ма жүрсін деп Ат орнына екі аяқ. Жүрсін деп ат орнына. Жүрсін деп ат орнына екі аяқ, қасынан ұстасын деп айқол жасағаны. Ай айтсын деп шүкір сана жаратқанға, айрықша таңдайыңнан тіл жасағаны. Ай жүрсін деп сайран етіп шаттықпенен, нұр артық пендесіне күн жасаған. Сағатты 24-ке бөліп қойып, ішінде демалсын деп түн жасаған. Таңғадан жаратушы бір Аллаға, байқасаң сол сияқты кім жасаған. Шырылдап шыбын жаның қиналғанда, болмай ма өзі жәрдем сол жасағаны. Ей сау. Ай мұншама ескі дүния болғандаңсың, кешегі атамыздан қалған қаңсың, ешкімге опа болған жері бар ма? Бір күні түсіресің жаудай жаншып, кім келіп кім кет деген бұл дүнияға кетерсің, сен де бір күн есің жия. Ал түбіне бұл дүнияның жеткізбейді айы, қылып па аққа кеудің нәпсің жияйы. Зікірет бір құдайға зікіретіп, тазарар зікіретсең кірін кетіп, күнәлі күнәсіздер айрылады дейді, өткізсе қыл көпірден біріндетіп. Ай қыл көпір иманды адам бұл жолдай, иманды өтіп имансыз қалары сондай. Ай күнәлі жалғандағы жиып теріп, періште кітап қылып берер қолғай, барысын жан біткеннің қылары сондай, күнәні көзбен көріп оқығандай. Тап болып қылған күнәң алдыңыздан, бересің қаққа жауап не деп сондай. Ай бай бармайды астындағы жорғасымен, жан бармайды қасындағы жолдасымен, біреуге біреу шапағат етпек түгіл болады дейді әркім әлек өз басымен. Мына жігіттер өлмей тұрып орын сайда, мақшарда ізгі амал жанға пайда, сират мизан тараз бар алдымызда, кеңшілік жалғандағы бізге қайда. Ал барады байлар қажға малыменен, азырай жарлы тамақ жаныменен. Ей құдайға жас уақытта тәубе қылмайым, біз кеттік жігіттіктің әніменен, алмадық ата тілін мал бақпадық, көрінсе қыз келіншек ыр жақтадық. Ай желімен жігіттіктің атқа мініп, көрінсе қыз келіншек ыр жақтадық. Осындай шариғат сөз айтқан менен айды, дұрыстап тыңдай тоғын жері таппады. Жаманға бітірмейді салсаң бұйын, жақсының жүрген жері күнді жойын. Бір нәрсе сұрап барып аланмасаң, болады дейді адамзатқа үлген бұйын. Жақсының алды сондай кең болады, алтынның ажар берер ау көрсең күйіні. Мына бай
Мен баймын деп мақтанба. Ал мен баймын деп мақтанба, байлығың бір күн жоқ болар, батырмын деп қой мақтанба, ажалың жалғыз оқ болар. Байлығынан не көрген бұрынғы өткен қаруын жер жұтып берген жазасына, жер астына барғанда, ай мал мүлкің ай алған мазасына. Ай мына мен білгішпін деп мақтанба, білгіштің атын айтайын. Ай Аплатон деген кәпірдей, рас айтса молдалар шала жансар көңілі осы күндерде жатыр дейін. Табан деп ажалдауасын, ай олқы деп ай ешкім айтқан жоқ сол кәпірдің баласына. Ай мына мен атадан туғанда сұлумын деп қой мақтанба. Ай сұлулығым байға кімнен кем, әзіреті Юсуптың күн нұрынан нәр алған, ай нұрынан жаралған, бақыты бастан тайған күн төрт тиынға сатылып тұсында көрген бағасын. Мына мен көп едім деп, мына мен көп едім деп мақтанба. Көптігім байға кімнен кем, Дәуіттің 30 баласы, таң намаз оқып тұрғандан ай кімнен де қорлық көрем деп, көңілге алған көпірді, сол намаздан тұрғызбай ай бәрінің бер дау қазасына. Ардынан шығып жаңғызыл 18 мың адамға патша болған Сүлеймен тойғызамын деп той қылған жер менен көктің арасына. Ардынан шығып жаңғызыл 18 мың баламға, ей патша болған Сүлеймен, ей патшада болған Сүлеймен. Ол той қылған ей мына аспан мен жердің арасыны. Бір қайыз өлесіз тоқтар. Әуелі де алдамай ниеткені, жарықта сәуле ойныр өткен. Тыныш ай, тыныш. Жеті қартта жермен ай көгерген, жерінен де алып ай көпіра. Бұл адам затты ғой дүреткен, пендемізде өсіп ай өлсін деп, жолдасы да оның ай болсын деп, жолдасқа айдау жар еткен, бес намаздың ай шығардың ай жүрсін деп, құлым ай дәретпен. Ол заманда ғой не өткен, патшалы да байдақ ай ел өткен, арқасында ғой ерлердің ай мал жайыпта шаруа күн өткені. Алғыз үшке қой келгенде, пайғамбарым ай Мұхаммед ай үмбетінде бай ол өткен. Зүлбі қарын ай суырған, қарсыда келген ай дұшпанның, заманасын ай қуырған, қапыда бір күн ай өлтіріп ай әзіреті әлияу шер өткені. Жақындатып ай сөйлесеме, түрікмен деген ай халықтан ай мақтың құл шайыр ай ол өткен. Қара қалпақ ай ішінен құтты шайдай ау күреккен. Одан да бері қой сөйлесем, тама деген ай халықтан ой есет дегенде ер өткені. Қабында деген ай халықтан асаумен де барақ ай ол өткен. Әулие өлмес ай дереді ме, әмбия өлмес ай дереді ме, сегізде арыс ай адайдан ой бекет деген ай бір өткені. Солардан қалған ай жалғансың, түп атаңа сенің ауа кім жеткенде айды, айды. Ай, сау бол, тәңір жарылқасын.